Береке үшін оқыла тұрған дуа. Бұл дуаны күн сайын бағымдат намазынан кейін 1, 3 же 7 жолы оқыған адамдың кирешесі көбейіп, рызқысы берекелі болады. Бұл дуаны қағазға жазып, үйге же дүкенге иліп қойса да болады. Аллах Таала берген жақшылықты ал өзі разы болған жерлерге сарптау. Бұл жаратқанға шүгірчілік. Ал эми ал разы болбаған жерлерге сарптау. Бұл кесірлік. Имам Ғазали. Бұл баян ең сүйікті пайғамбардан ең пайдалы дуалар аталыштағы кітаптан алынды. Урматтуу мұсылман бір туғандар, біздің Ихро Медиа каналыбызға катталыңыздар.